Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Бүгін сіздерге осындай керемет үй жағдайында жасалатын, дәмді болып шығатын пияз нан, кейбір жерлерде қаттама деп атайды. Осы қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл қаттама нанды бір рет жасап көрсеңіздер, дәмі ауыздарыңызда қалады. Өте жұмсақ, сондай әсіресе түскі шай, кешкі шай кезінде шаймен жақсы кетеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. 250 грамм суымызды құямыз және үстінен 1,5 шай қасық тұзымызды саламыз және 1 шай қасық ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 20 граммдай сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып, 15 минутқа осылай тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 4-5 дана пияз керек, және пиязымызды майдалап жіңішкелеп турап, үстінен тұзымызды, бұрышымызды салып дайындап аламыз. Және де тынған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды байқасаңыздар 15 минут қана тындырып бірден жасап жатырмыз. Егер сіздер қаласаңыздар, толықтай ашытып жасасаңыздар да болады. Міне біз осындай 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы бөлінген бөліктерімізді жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды міндетті түрде жұп-жұқа етіп жаямыз. Сол кезде біздің қаттамамыздың арасы қатпарлы, яғни слоеный болып тұрады, және хрустящий болып тұрады. Сол үшін қамырымызды міндетті түрде жұп-жұқа етіп жаямыз. Міне біз қамырымызды осындай жұқалықта жайып шығамыз. Осындай жұп-жұқа болып жайылуы тиіс. Енді осы жайылған қамырымыздың үстінен сұйық майымызды жағып шығамыз. Менде сары май мен тоң май екеуін араластырып жақтым. Егер сіздерде үйлеріңізде тоң май болса, міндетті түрде араластырып жағыңыздар. Сол кезде қаттамаларыңыз ерекше дәмді, арасы қатпарлы, қытырлақ, жұп-жұмсақ болып шығады. Егер тоң май жоқ болса, ол міндетті емес. Осылай барлық жеріне тигізіп жағып алғаннан кейін, жаңағы туралған пиязымызды үстінен осы видеодағыдай етіп сеуіп шығамыз. Пиязымызды барлық жеріне жеткізіп, жақсылап сеуіп шығамыз. Біздің пиязымыз бен қаттамаларымыз ерекше дәмді болып шығады. Барлық жеріне жеткізіп сеуіп болғаннан кейін, қамырымызды рулет тәрізді етіп, тығыз етіп орап шығамыз. Қамырымызды орап болғаннан кейін, видеода көргендеріңіздей етіп, дөңгелектеп тағы да бір орап аламыз. Орап болғаннан кейін қамырымызды кішкене 5-10 минутқа тұрғызамыз. Себебі біздің жаңағы жаққан майымыз қамырға толық сіңуі тиіс. Енді пергамент қағазын астына төсеп, қамырымыздың үстінен жай-жаймен қолдарымызбен осылай басып шығамыз. Енді оқтаудың көмегімен жай-жай ғана басып шығамыз. Міндетті түрде жай-жай басыңыздар, өйткені қатты оқтаумен жайып жіберсеңіздер, біздің пиязымыз шығып кетуі мүмкін. Енді жайып болғаннан кейін үстінен жұмыртқаны араластырып, жақсылап жабып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мен осылай күнжітті де, макты де осылай сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған пешімізді 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің қаттамаларымыз осындай керемет болып пісіп шықты. Жұп-жұмсақ, арасы қатпарлы. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фируза, сау болыңыздар.